Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі жұмсақ венский вафли дайындаймыз. Ол үшін мен бұл жерде рецепті 2 есе көбейтіп 20 штук жасадым. Негізінде бұл рецептпен 10 штук вафли шығады. Ең алдымен бізге қажетті жұмыртқа, қант, ерітілген сары май және де разрыхлитель, ұн және сүт қажет. Ең алдымен жұмыртқамызға қантты салып, 2-3 есе көтерілгенше жақсылап миксерлейміз. Үлпілдек масса мінекей дайын болды. Жұмыртқамыз бен қантымызды миксерледік. Енді үстіне сүтімізді құямыз. Ерітілген сары майымызды құямыз. Және де ұнға разрыхлительді салып, осы сұйық массамызға саламыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап қойдым. Біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Қоймалжың осындай біркелкі қамырымыз дайын болады. Енді осыны алдын ала қыздырылған вафлинцамызға құйып отырып, екі жағын аударып отырып, қызартып пісіріп аламыз. Мен вафлинцаны ешқандай майламай, тек осылай құйып пісірдім. Егер де бұндай вафлинца болмаса, арнайы силиконды форма бар, осындай венский вафли дайындайтын, соған құйып, духовкада 180 градуста 20 минутқа қызарғанша пісіріп алсаңыздар болады шамамен. Неке дайын болды. Бетіне қант ұнтағын сеуіп және жем-жидектер салып, әрлеп ұсынсаңыздар болады. Сметанамен немесе вареньемен жеуге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Сіздермен бірге болған Перизат Манатовна. Егер де менің каналыма әлі де жазылмаған болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.